Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қолғап тоқитын боламын. Бұл трансформер қолғабы. Қолғаптың төбесі осылай ашылады. Және де саусағы индийский клин тәсілімен тоқылған. Біз қолғабымызды Alizella Gold Classic есебінен тоқимыз. Мінекей, өте кеткісі 100 грамм 240 метрге. Мен 29 номерлі түспен тоқыдым. Және де мен 4 номерлі және 3 номерлі іздер қолдандым. Ең алдымен бірде-бір резинка тоқып аламыз. Ол үшін 3 номерлі бізге 36 плюс тағы бір петля қатарды қосу үшін 37 петля тоқимыз. 37 петля тоқығаннан кейін біз шамамен 6,5 сантиметрдей тоқып шығамыз. Мен резинкамды тоқып болдым. Енді резинка тоқығаннан кейін қолғапты тоқып бастаймыз. Қолғапты мен 4 номерлі бізбен тоқимын. Және де мен оң қолғапты тоқитын боламын. Екі қолғап екі түрлі тоқылады. Және де мен саусағын индийский клин тәсілімен тоқып көрсетемін. Ең алдымен 4 номерлімізді бізді аламыз. Енді 9 петля оң қылып тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петлядан кейін біз бір петля қосуымыз керек. Оны осындай тәсілмен қосамыз. Жіпті аламыз. Жіпті аламыз да саусағымызға осылай ораймыз. И бізге осылай ілеміз. Тағы бір рет көрсетейін. Жіпті алдық. Саусаққа осылай орадық. Және бізге ілдік. Енді әрі қарай мен оң қол осы қатардың соңына дейін қалған петляларды тоқып шығамын. Мен бірінші қатарымды тоқып болдым. Және де тағы бір айта кететін жайт, тоқыған кезімізде әр бізде менде 9 петлядан болды. Және де тоқыған кезде осы мен 36 петлядан тоқыған болсам, сол петляның жартысы 18 петля. Мына қолымның мына жағын тоқуға кетеді. Ал қалған 18 петля алақан тоқуға. Және де осы алақан тоқуға кеткен 18 петляны тағы 2-ге бөлеміз. Сонда 9 петлядан 9 петля ол саусақ тоқуға кетеді. Және де мен бұл қолғапты алақанның өлшемі 16-18 сантиметр өлшемге сай келеді. Енді екінші қатарымызды тоқып бастаймыз. Қайтадан 9 петля оң қылып тоқимыз. Әр қатарда солай 9 петляны оң қылып 9 петляны өзгеріссіз тоқимыз барлық қатарда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шы петлядан кейін біз бір петля қостық. Сол петляны жай ғана
осылайша классический способпен оң қылып тоқимыз онда. Осындай болып шығады сол кезде. Енді осы қатарды өзгеріссіз соңына дейін оң қылып тоқып шығамыз. Мен екінші қатарымды тоқып болдым. Енді үшінші қатарда қайтадан 9 петля оң қылып тоқимын, және 9-шы петлядан кейін тағы бір петля қосатын болам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді бір петля қосамыз. Жіпті аламыз. Осылайша орап, бізге орап қоямыз. Енді осы қатарды соңына дейін оң қылып тоқып шығамыз. Мен үшінші қатарымды тоқып болдым. Енді төртінші қатарда өзгеріссіз тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 9 петля тоқыдым. Енді 9-шы петлядан кейін бір петля қостым. Оны да оң қылып тоқып жібереміз. Осылай қатардың соңына дейін оң петля қылып тоқимыз. Енді әр қатарда осы тәсілді қолданып тоқып шығамыз. Менде саусақ тоқуға 9 петля кеткендіктен мен 9 қатар осылай тоқимын. Біреуінде петля қосам, ал екінші рядында өзгеріссіз тоқып шығам. 9 қатар тоқимын, плюс еще тағы бір қатар. Ол бір қатар саусағын тоқыған кезде тесік екі ортада қосқан кезінде саусақты екі ортада тесік қалып қалмас үшін екі петляны бірге қосып тоқып жібереміз. Сондықтан егерде сіздерде саусақ тоқуға 9 петля кететін болса, мен сияқты 10 қатар тоқитын боласыздар. Бір петля қосамыз, екінші қатар өзгеріссіз. Ендеше қалған қатарларды өз беттеріңізше тоқисыздар. Мен қолғабын 20 қатарын тоқып болдым. 10 қатар қосымша петлямен және 10 қатар өзгеріссіз. Енді мұндағы саусақтың 9 петлясын инеге жіпті өткізіп, 9 петляны инеге жинаймыз осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петляны бөлек жіпке жинап алдық. Саусақ тоқылатын. Енді мына 2 петляны бірге қосып тоқуымыз керек. Ол үшін мына спицада соңғы петляны алып, мұнда мұны бізге өткіземіз және екеуін бірге оң қылып тоқып жібереміз. Тоқыдық. Енді өзгеріссіз осылай тоқып шығамыз. Оң қылып. Мен бір қатарын тоқып болдым. Осылай етіп жалғадық. Енді бірнеше қатар өзгеріссіз тоқып шығамыз. Шамамен саусақтың сызығына дейін. Осылай өзгеріссіз тоқып шығамыз өз бетімізше. Мен қолғабымды қажетті ұзындыққа дейін тоқып болдым. Және де алақандағы петляларды бір рет
10 қылып тоқыдым. Енді мен мына жағын, қолғаптың бетін лескасы бар, бізбен 10 қылып тоқып шығуым керек. Лескасы қысқа болғаны ыңғайлы. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Барлығы 18 петля. Лескасы бар. Біздің номері де 4-ші номер. Осы тоқып атқан. Біздің номермен бірдей болу керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Мен тоқып болдым. Енді қолғаптың бетін. Енді мынау ішкі жағынан ілмекті алып, және де тағы бір жіп аламыз. Осындай. Ішкі жағынан петля көтеруіміз керек. Ішкі жағында жіңішке ілмек алған дұрыс. Және де мына тұрған теріс бетіндегі мына сызықтар тігіс сияқты. Соған ілмегімізді саламыз. Солай петля шығарамыз. Барлық 18 петлядан 18 петля көтереміз теріс бетінен. Сосын бұл көтерген петляларды осы номерлі спицияға, екі спицияға бөліп, екі спицияға өткіземіз. Петляларды көтеріп болдым. Енді шұлық тоқитын спицияларымызды аламыз. Және осы петляларды екіге бөліп, спицияға өткіземіз. Бірінші спицияға екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Енді жартысын екінші спицияға. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Мінекей біз петляларымызды чулочный спицияға өткізіп болдық. Енді алақанды оң петлялармен тоқып шығамыз. Алақанды осы тоқып атқан жібімізбен, бастапқыдан тоқып бастаған жіппен сонымен жалғастырып тоқи береміз. Алақанымызды тоқып болдық. Енді мынау лескаға ілген петляларды түртпейміз. Тек чулочный спициядағы петляларды ғана бірде-бір резинкамен тоқып шығамыз керекті өлшемде. Шамамен саусақ, кіші саусағымыздың ұзындығын біткенше. Мінекей мен қолғаптың резинкасын тоқып болдым. Міне саусақ түгел шығып тұрады. Кіші саусақты. Енді осы қатарды петляларды жабатын боламыз. Инемен бірінші петля тұр. Соған мұны сол жағынан әкеліп, сыртынан ішке қарай
саламыз. Ішке салдық. Және қайтадан осы пайда болған жіпке инемізді салып, осылай тартып шығарамыз. Мына петляны шығарып тастаймыз. Тағы да екінші петляға инемізді ішке қарай саламыз. Ішіне қарай салдық. Енді жаңа жабылған петля. Осыны ілеміз. Жаңа пайда болған жіптен өткіземіз. Петлялардың барлығын осындай әдіспен жауып шығамыз. Мен сіздерге жаңа қолғаптың петляларын инемен жаңағы эластичный әдіспен жабуды көрсеттім. Ал енді екінші әдісті көрсеткім келеді. Мұнда петляларды ілмек арқылы жабамыз. Бірақ ол жаңа бірінші әдістегідей созылмалы емес, созылмайды. Ілмекпен жапқан кезде петлямызды осылай ілмекке орап аламыз. Жіпті өткіземіз петлядан. Және ілмектегі петлядан өткіземіз. Ілмегімізді саламыз, жіпті тартып осылайша өткіземіз. Сосын мына ілмекте тұрған жіпті петляны кішкене созыңқырауға тырысамыз. Қатты тартылып қалмас үшін. Мінекей осылай. Мен екінші әдісті қолдандым. Өйткені бірінші әдісте қатты созылып үлкен болып көрінді. Жоғарғы жақ, резинканың жоғарғы жағы. Сондықтан мен екінші әдіспен жабам петляларды. Сіздер өз. Мінекей мен петляларды жауып болдым. Енді ары қарай жалғастырып тоқи береміз. Ол үшін мен 2 спициға 9 петлядан бөліп петляны набирать етемін. Мен екі бізге 9-9-дан 18 петля тердім. Енді осы петляларды мына бізге жалғап тоқуым керек. Ряд қосып. Оң қылып тоқиым. Осы бірінші петлямызды қатты тартып, қаттырақ тартып тоқимыз. Төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз петля тоқыдым. Енді келесі бізге тағы 9 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді рядты бір-біріне жалғаймыз.
мына екеуін жалғауымыз керек. Енді біз алақан жақты біз не қылып, резинка қылып тоқимыз, бірде бір. Бірінші петлямызды жалған кезде қаттырақ тартамыз. Бір оң, бір теріс қылып, осы резинканың ұзындығымен бірдей қылып жалғастырамыз. Алақан жағын резинка қыламыз, ал нені сырт жағын, қолымыздың бетін оң петлялармен тоқып шығамыз. Мінекей мен резинкамды тоқып болдым. Және де тағы 2 ряд оң қылып, кіші саусақ жабылғанға дейін тоқып шықтым. Енді қысқартып тоқып бастай береміз. Сіздер қанша қатар сіздерге кіші саусақты көрінбей тұру үшін қажет болса, сонша қатар оң қылып тоқисыздар резинкадан кейін. Так, енді қысқартуды біз мына беттен бастаймыз. Қолының мына беті. Бірінші петлямызды оң қылып тоқимыз. Екінші петляны оңға қарай қысқартамыз. Осылай екеуін бірге тоқып жібереміз. Қалғандарын оң қылып тоқып шығамыз. Екінші спицеміздағы петляларды соңғы 3 петля қалғанша оң қылып тоқимыз. Енді 3 петля қалды. Мына 2 петляны солға қаратып қысқартуымыз керек. Ол үшін бірінші петляны мына екінші спицеға лақтырамыз. Және де екінші петлямызды оң қылып тоқимыз. Және осы тоқылмаған бірінші петляны мына петляның үстінен өткіземіз. Осылайша. Соңғы петлямызды оң қылып тоқимыз. Енді алақан тоқимыз. Алақан тоққан кезде де бір петлямызды оң қылып тоқимыз. Бірінші петлямызды. Екінші, үшінші петляны оңға қаратып қосып тоқимыз. Және де қалған петляларды да оң қылып тоқып шығамыз. Төртінші спицемізді да соңғы 3 петля қалғанша оң қылып тоқимыз, өзгеріссіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петля қалды. Бір петляны спицеге лақтырамыз. Екіншісін тоқимыз. Екінші петляның үстінен бірінші петлямызды өткіземіз. Осылайша. Және де соңғы петлямызды оң қылып тоқимыз. Міне осылай қысқарту рядтарын осылай тоқимыз. Бірінші рядымыз тоқыдық қазір. Бірінші рядта мына 4 жерден қысқарттық. Екінші рядта еш өзгеріссіз оң қылып тоқимыз. Үшінші рядта қысқартамыз. Төртінші рядта оң қылып тоқимыз, өзгеріссіз. Ал 5-ші рядтан бастап уже барлық қатарда қысқартып тоқитын боламыз. Барлығы 8 петля қалу керек, барлық спицеда соңында. Ал енді өз беттерімізше тоқып, соңында кездесеміз. Мінекей мен қолғапты тоқып болдым. Әр спицеда 2-2 петлядан 8 петля қалды.
Енді басын тігіп шығамыз. Басын жабамыз, инеге петляларды өткізіп. Басын жаптым. Енді инемізді ортасына, жіптердің арасынан өткізіп тығып қоямыз. Соң петлялардың арасынан жүріп болады. Шыранамыз. Мен жіптерді жасырып болдым. Мына жақта көрінбейтіндей жасырып. Енді саусағын тоқып бастаймыз. Мен ол үшін мына жерде жіпке іліп қойған болатынбыз петляларды. Сол петляларды неге спицияға өткіздім. Және де ортасынан 5 петля көтердім тағы. 5 петля көтердім. Сосын оның бір петлясын мынау бірінші спицияға жібердім. Мына жақтан. Екі спицияда 5 петлядан, ал ортасында 4 петля қалды. Енді тоқып бастаймыз. Барлығы 14 петля. Үлкен саусақты тоқуға. Тоқыған кезінде мына спициядан бастаймыз. Мынау біздің қолғаптың мына беті, сыртқы беті. Мынау саусақ. Бірінші спициядан бастаймыз. Саусағымыздың ұзындығына шейін керекті ұзындықта оң қылып өзгеріссіз тоқып шығамыз. Енді бірінші петлямыз. Екі, үш, төрт, 5 петля тоқыдым. Бірінші спициядан. Екінші спициямда тағы 5 петля. Бір, екі, үш, төрт, 5. Үшінші спицияда да, үшінші спицияда 4 петля. Және де үшінші спицияға мына жақтан петлялар көтерген кезінде қатты тесік болмайтындай қылып, нығыз болатындай қылып көтересіздер. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осылайша өзгеріссіз өзіңіздің саусағыңыздың ұзындығына дейін тоқып шығамыз. Соңғы 1-2 рядында ғана қысқартатын боламыз. Мен саусақты керекті ұзындыққа дейін тоқып болдым. Енді 2 ряд қысқарту ряды, 2 қысқарту рядын тоқимын. Мұнда 1, 2, 3 петля оң қып тоқимын. Және де соңғы 2 петляны бірге тоқимын. Оңға қарай қысқартып тоқимыз. Екінші саусағымызда соңғы 2 петляны
солға қаратып қысқартып тоқимыз. Бірінші петляны шешем, екінші петляны тоқим, және де бір петлядан осылай өткізіп жіберем. Қалған петляларды оң қылып тоқып шығам. Және де үшінші специямыздағы екі петляны қысқартам. Мұнда қысқартқан кезімізде оңға қаратып қысқартамыз. Екі петляны бірге оңға қаратып тоқимыз. Ал мына екі петля бұны солға қаратып тоқимыз. Біріншісін шешеміз, екіншісін тоқимыз. Бір петлядан екіншісін өткізіп жібереміз. Және де бұл петляны бірінші специяға кигіземіз. Сонда петлялар саны тең болады. Тағы бір ряд қысқартып тоқуға болады. Егер жіптеріңіз қалың болса, ал жұқа болса, осы қысқартуда жеткілікті. Маған осы ұзындық жеткілікті. Мен жіпімді қырқам. Және инемен жауып тастаймын рядты. Енді спициядағы жіптерді инеге тіземіз. Бір петля қалып қойды мұнда. Мінекей жаптым. Соңғы реттім. Енді соңғы қатардағы петлялардан жіпті өткізуге де болады. Осылай. Басын жапқандай. Дәл солай. Мінекей біз бірінші қолғабымызды тоқып болдық. Енді екінші қолғабымызды тоқып бастаймыз. Мен резинканы тоқып біттім. Үшінші номерлі спициямен ұзындығы 6 сантиметр қылып. Мына қолғаптағыдай. Енді негізгі спициямен тоқып бастаймын. Негізгі спициям 4-ші номер. Әуелі 9 петляны оң қылып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петлямызды оң қылып тоқыдық. Енді бір петля қосуымыз керек. Ол үшін жіпті аламыз. Үлкен саусағымызға ораймыз. Және осылай ішке қарай орап спицияға ілеміз. Тағы бір рет көрсетейін. Үлкен саусаққа алдық, орадық. Ораған жібімізді осылайша спицияға ілеміз. Қалған петляларды да оң қылып тоқып шығамыз. Осы қатардың соңына дейін.
екінші қатарымызда біз 9 емес 10 оң тоқу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петля тоқыдым. Енді 13-сі прибавка. Ол прибавканы мына артқы жағынан артқы жіптен өткізіп тоқимыз. Ары қарай қатардың соңына дейін оң петлялар тоқып шығамыз. Екінші қатар өзгеріссіз тоқылады. Екінші қатар тоқып болдым. Енді үшінші қатарда ол тағы бір петля қосылатын прибавочный ряд. Бұнда үшінші қатарымызда бір петляны 9 петлядан кейін емес 10-шы петлядан кейін қосамыз. Бұл бірінші қолғаптан айырмашылығы әр петля қосатын рядта бір петлядан қосылып, содан кейін барып петляны қосамыз. Мысалы, қазір үшінші рядымызда бір петля қосуымыз керек. Оны 10-шы, 9 емес 10-шы петлядан кейін қосамыз. Одан кейін 4-ші ряд өзгеріссіз тоқимыз. 5-ші рядта 11-ші петлядан кейін тағы бір петля қосамыз. Сосын өзгеріссіз, сосын қосатын рядта бір петлядан қосып отырамыз. Және де мен қолғап тоқыған кезде 10 прибавка жасаймын. Бірінші қолғаптағыдай. Қазір 10 петля тоқимыз. Өзгеріссіз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петля тоқыдым. Енді бір прибавка жасаймын. 10 петлядан кейін. Осылайша барлық қатарларды өз бетімізше саусақ тоқығанға дейін тоқып шығамыз. Мен прибавкалардың бәрін жасап болдым. 20 ряд тоқыдым. Сонда 10 прибавка жасадым. Енді саусақ тоқитын петляларды бөліп ары қарай тоқуымыз керек. Мұнда тұрған мына жерге дейін 18 петля тоқимыз қазір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 петля. 18 петля тоқыдым. Бір петляны тоқымай, спицеге кигізем. Енді мұнда тұрған біздің қосымша петля қосқан жеріміз, сонда мұндай сызық пайда болады. Сонда екінші спицеда 3 петля қалады. Сол 3 петляны инеге өткіземіз. 1, 2, 3 петляны өткіздім. Енді мына спицеден 6 петля өткізуіміз керек. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сонда 9 петля саусаққа қалдырамыз. Бірінші қолғаптағыдай 9 петлямызды саусаққа қалдырдық. Енді мұндағы рядты қосуымыз керек. Қатарды. Ол үшін мұндағы тоқылмай қалған бір петляны аяққа қосамыз. Екінші спицеға. Екінші спицеға қосамыз. Біз
10 рет петля қосқандықтан осы 2 петляны бірге қосып бірге тоқып жібереміз. Мінекей қаттырақ тартамыз. Енді қаттардың соңына дейін оң қылып өзгеріссіз тоқимыз. Осылай. Және де ары қарай бірінші қолғапты тоқығандағыдай біз саусағымыздың, мына кішкентай саусақтың мына жеріне дейін тоқып шығамыз. Бірінші қолғап қалай тоқыдық? Бірінші оң қылып тоқыдық. Одан кейін барып резинка. Дәл солай қайталаймыз. Сосын петляларды 9-9-дан әр спицаға бөліп, ары қарай екінші қолғапты дәл біріншінікіндей қылып жалғастырып тоқи бересіздер. Мінекей қолыма киіп көрдім, осындай болады. Мына жағынан 18 петля, алақаннан, мына жақтан 9 петлядан сол 36 петлямыз шықты. Ары қарай жалғастырып тоқи беріңіздер. Мен қолғабымды тоқып болдым, 2 қолғабымды. Мінекей қаласаңыздар, мына жерге түйме тігіп қоюға болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де келесі кездескенше сау болыңыздар.